Сәлем достар, бүгін біз бешбармақ дайындаймыз. Өзіңізге қажетті ет пісіріп, картоп сабыз сорпасына пісіріп аламыз. Алдын ала қамыр дайындап аламыз. Қамырымыз қатты жұмсақ болмау керек. 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымызды жайып аламыз. Мен қамырды осындай тәсілмен жаюды жақсы көремін. Өте ыңғайлы және бір келкі болып жайылады. Осылай жайған қамырымызды дайын сорпаға пісіріп аламыз. Піскен қамырды ыдысқа салып, үстіне ет, картоп, сәбіз, пиязды орналастырамыз. Астарыңыз дәмді болсын.